Elon Musk Liverpool satып alады деген ақпараттар қаншалықты рас? Дидье Дешам болса Франция ұлттық құрамасынан кететін болды. Ал Винисиус Junior'ды Real Madrid сатуға дайын. Осы және осы ұқсас жаңалықтарды біздің арнамыздан көресіздер. Арнамызға тіркеліп, әрине лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал енді видеомызды бастайық. Жаңалығымызда әрине Дидье Дешамнан бастайтын болсақ, Дидье Дешам өзі соңғы ақпараттардың жеткізуі бойынша өзі Франция ұлттық құрамасына кеткісі келетіні анық түрде жеткізіп жатыр. Дешамның ойындары енді соңғы кезде Саутгейттің ойындарына ұқсап кетіп жатыр. Саутгейттің өзінде алтын құрам болса да қорғанысты ұстағанын қалайтын еді. Ал Дидье Дешамның өзі де сондай болып кетті. Соңғы ойындарды жалпы айтқанда Еурода да байқап жатырмыз. Еуроның өзінде де көп қорғаныстар ұстады және голдарда аз болды. Мынандай шабуылдайтын құраммен қалай гол аз болады деп біраз журналистердің өзі де хейт жазған болатын. Ойланып отырып қарасам, осы Дешамның қиыншылықтары әрине ойыншыларды деп ойлаймын. Олар сенген ойыншылардың бәрі спорттық формасында болмаған еді. Мысалға енді айтатын болсақ, Килиан Мбаппе Реалға келгеннен кейін де ойындары жақсы болмады. Одан кейін әрине Антуан Гризман екеуінің спорттық формасы жақсы болмағаннан кейін әрине Франция ұлттық құрамасының жорығы біраз жерден жетіп бара алмады. Негізінде мен осы Франция ұлттық құрамасының финалға дейін жетіп барып, Дидье Дешам трофей жеңе ме десек, ол енді болмайтын болды. Енді Летюб басылымының айтуы бойынша, осы Дидье Дешам 2026 жылғы әлем чемпионатынан кейін Франция ұлттық құрамасына кететінін анық түрде жеткізген екен. Енді бұл Дидье Дешамның өзінің қалауы екен. Дешам кететін ақпараттарды естіп ең қуанған осы Карим Бензема деп ойлаймын. Карим Бенземаға әлем чемпионатына көп мүмкіндіктер бермеген. Енді Дешамның орнына қазір менің ойымша Зинедин Зидан келуі әбден мүмкін. Зидан енді сонша жыл осы Франция ұлттық құрамасын баптауды қалады және Реал Мадридтан, PSG-дан және Манчестер Юнайтедтен де бас тартқан болатын. Франция ұлттық құрамасына қатты жақсы көретіні осы жерде көрініп тұр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Зинедин Зидан осы Франция ұлттық құрамасын баптай ала ма және негізі құрам ойыншыларын жақсы қойып және әлем чемпионаты жеңіп ала ма? Өздеріңіздің ойларыңыз қандай? Соның бәрін әрине комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Бірақ Зиданды әрине Реал Мадридтің президенті Флорентино Перес Карло Анчелоттидің орнына шақырады деген ақпараттар да бар. Карло Анчелотти осы маусымнан кейін Реалдан кететін болса, әрине оның орнын Зидан басқанын қалайды екен. Мұсылман бауырымыз Мухаммед Салах туралы сөйлесе кетейін. Мухаммед Салах қазіргі уақытта Ливерпульда өте керемет деңгей көрсетіп жатыр. Соған қарамай енді Ливерпуль клубы осы Мухаммед Салахқа келісім-шарт әлі ұсынып отқан жоқ. Осы маусымнан кейін Мухаммед Салахтың келісім-шарты бітеді. Оған әрине Ливерпульдің бұрынғы аңызы Гарри Невилл деген өз ойын жеткізе кеткен екен. Оның ойын енді еститін болса, Гарри Невилл айтады, негізінде Мухаммед Салах өте мықты, перспективасы өте керемет. 30-дан асқан ойыншы болса да, жас ойыншыдай керемет өнер көрсетіп жатыр. Оған қанша ақша берсе де арзиды. Ал енді Мухаммед Салахтың өзі осы жаңа келісім-шартты былай айтып жатқан екен. Жылына 20 миллион евродан бересіңдер және 3 жылдық келісім-шарт деген екен. Енді менің ойымша Мухаммед Салах ондай 20 миллион евроға арзайтын ойыншы деп ойлаймын. Ал бірақ енді Ливерпуль клубы болса ондай рискқа барғысы келіп жатқан жоқ. Рискқа кеткісі келмейді Ливерпуль клубы. Не дегенмен енді Мухаммед Салахтың жасы 30-дан асып кеткенін барлығымыз білеміз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мухаммед Салах Ливерпульда қалған дұрыс па, немесе Саудия лигасынан барған дұрыс па? Өз ойларыңызды әрине комментте қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің ойымша Ливерпульда тағы 1-2 маусым қалса артықтық етпейтін сияқты. Ливерпуль енді Мухаммед Салах кетіп қалады деп уайымдаудың орнына енді оған альтернатива ойыншылар тауып жатқан сияқты. Енді 1-2 ойыншы бар екен. Негізі қызығып отқан ойыншысы қазіргі уақытта немістік ойыншы десек те болар. Ливерпуль енді іздеп отқан ойыншысы арзан және жақсы ойнайтын ойыншы болса деп отыр екен. Қазіргі уақытта ол ойыншы әрине немістік Сане деген ойыншы. Баварияда қазір өнер көрсетіп жүр. Саненің жасы әлі 30-ға толған жоқ және ағылшын премьер лигасын біледі. Не дегенмен енді Манчестер Ситида өнер көрсеткен болатын. Қазіргі уақытта енді Саненің өзі де Бавариядан кеткісі келеді деген ақпараттар да бар. Лерой Сане осы маусымда Бавария сапында 18 ойынға қатысқан және 6 гол, 3 нәтижелі пас берген екен. Қазіргі уақытта енді Лерой Саненің келесі маусымда Бавариямен келісім шарты өз мәресіне жетеді.
Leroy Sanéning fizikалық деңгейі нашар деп жатыр. Енді оны Arne Slot дұрыс алатын сияқты. Arne Slot білеміз, Gravenbergті де жөндеп алған болатын. Gravenberg қазіргі уақытта үздік тірек жартылай қорғаушы болып жатыр. Негізінде сіздер қалай ойлайсыздар? Leroy Sané Ливерпульға барған дұрыс па, дұрыс емес па? Өз ойларыңыздар әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, енді сіздер байқасаңыздар, алдыңғы видеоларымызда шет елдің музыкаларын қойған едік, енді фондық музыкаға. Ал енді бүгін біз ерке сылқым деген қазақи күйлерді қойып отырмыз. Енді келесі видеоларымызда артқы фоновый музыка күй болған жақсы ма, әрине шет елдің музыкасы болған жақсы ма? Соны әрине комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Енді бүгін біз енді проба ретінде қойып жатырмыз. Барлықтарыңыздың ойларыңызды оқып, және келесі видеода қандай музыка қоятынымызды шешетін боламыз. Ал енді жаңалығымызды жалғастыра берейік. West Ham United клубы осы Лопатедиді құртып жібергісі келеді. Алдыңғы маусымда осы Рубен Аморимді алғысы келген. Бірақ әрине Рубен Аморим келмеген. West Hamның бұрынғы бапкері Дэвид Мойс команданы біраз жерде апарған болатын. Енді Лопатеди одан да мықты болады және Чемпиондар лигасына қатысамыз деген кезде Лопатедидің жағдайы нашар және West Ham өте қиын жағдайда екенін барлығымызға мәлім. Енді West Ham United не істерін білмей және чемпионшипқа ұшып кететін ақпараттарда бар. Енді осы Лопатедиден құтылайықшы деп West Ham Unitedтің басшылықтары енді ойланып жатыр екен. Лопатедимен қазіргі уақытта ойыншылардың арасы жақсы емес және барлық ойындарды жеңілденетін осы Лопатеди ойыншыларды кінәлі етеді екен және басшылықпен де арасы жақсы емес. Лопатедидің енді Лопатеди қуылатыны анық шығар. Негізінде сіздер ойламаңыздар, осы West Ham United туралы не үшін айтып жатыр ана-мұны деп. Енді ағылшын премьер лигасының мықты клубтары болмаса да, енді ортаңғыл клуб болған үшін айтып жатырмыз. West Ham United осы маусым өз мәресіне жетпей тұрып, өздерінің бапкері Лопатедиді қуып жібермекші. Оның орнына енді Грэм Поттерді алғысы келеді. Сол ақпараттарда енді рас, Грэм Поттер негізінде Брайтонда да жұмыс істеген және Челсида да жұмыс істеген болатын. Челси клубында жақсы жұмыс істеп жүріп, оған басшылық сенбей, оны жұмыстан қуып жіберген болатын. Енді West Hamға келсе, біраз жағдайы жақсы болады деген ойдамын және тағы бір альтернатива бар, әрине бұл Массимилиано Аллегри десек те болар. Массимилиано Аллегриді қазір Ювентус клубы қуып жіберген болатын. Сіздер қалай ойлайсыздар? West Ham клубына қандай баптер келген дұрыс? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Негізінде Дэвид Мойстың да жағдай жақсы еді. Негізінде ше Конференция лигасы бізде болмайды, біз Чемпиондар лигасында өнер көрсетеміз деп, енді осы Лопатедиге ұшырап қалғаны бар. Енді аз тамақты қызғанамын деп, енді көп тамақтан құр қалған осы West Ham Unitedтің басшылығы болып жатыр. Бүгін енді Испания суперкубогы Барселона және Атлетико Билбао түнгі 12-де болатын ойын. Ертең әрине Реал мен Мальорка арасындағы ойын. Реал енді Мальорканы жеңсе, Барселона Атлетико Билбаоны жеңетін болса, Эл Классико көретініміз анық. Өз болжамдарыңызды әрине комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болжамдарыңыз қалай? Менің ойымша осы ойында Атлетико Билбао жеңілетіні анық деп отырмын. Илон Маск әлемдегі ең бай адам. Осы футболға қызығып енді Манчестер Юнайтед клубын сатып алады және футболға араласады. Манчестер Юнайтед өте бай клуб болады деген ақпараттарда болған. Енді Илон Маск алдыңғы маусымдарда Глейзер отбасыларымен де келісе алмаған ба, соның арқасынан Юнайтедті сатып алмаған болатын. Енді қазір ақпараттар шығып жатыр. Юнайтедті ала алмайтын білген осы Илон Маск басқа клубқа алсам қалай болады екен? Ағылшын премьер лигасына негізі осы Илон Маск қызығатыны анық. Енді Илон Маск қазіргі уақытта Ливерпуль клубын алады деген ақпаратты Илон Масктың әкесі айтқан болатын. Илон Масктың әкесі Эррор Макс айтқан екен, менің балам Ливерпуль клубын сатып алуы әбден мүмкін. Оның әжесі Ливерпуль қаласында дүниеге келген және біздің біраз туыстарымыз Ливерпульдік деген екен. Сіздер қалай ойлайсыздар? Илон Маск Ливерпуль клубын сатып алған дұрыс па, дұрыс емес пе? Қалай ойлайсыздар? Негізінде менің ойымша Ливерпуль клубын сатып алатын болса, Ливерпуль өте бақытты клуб болатыны анық. Әлемдегі ең қымбат клуб болатыны анық шығар. Жалпы айтқанда енді Илон Масктың өзі шейхтардан да бай. Енді шейхтардан бай болғаннан кейін білмедім енді. Илон Маск негізінде өте ақылды адамдардың бірі және ақшаны оңды-солды шашпайтыны анық және Ливерпульдің болашағы үшін барлығын жасайды деген ойдамыз. Менің ойымша Ливерпульға қонған бақ болама, құс болама, сондай болады енді. Қазіргі уақытта енді Ливерпуль клубы 6 миллиард евро тұрады екен. 6 миллиард евроны әрине Илон Маск беретіні анық. Ал енді біз жаңалығымызды жалғастыра берсек.
Жаңалығымызды енді Vinicius Juniorмен жалғастыратын болса, Vinicius Junior білеміз соңғы ойында Валенсияға барған және қызыл қағаз алды, ойыншылармен қырылды, жанкүйерлермен де қырылып қайтқан болатын. Енді білеміз Vinicius Juniorдың Валенсиямен арасы жақсы емес. Валенсия ойыншыларда оған біраз тиісетін болады. Енді қызыл қағаз берген үшін Реал Мадрид басшылығы FIFA-ға шағым түсірген екен. Ойын өткеннен кейін әрине команданың бас бапкері Карло Анчелоттидің өзі айтқан екен, негізінде Винисиусқа сары қағаз беру керек еді. Қызыл қағаз бұл ауыр шешім болды деген екен. Винисиустың өзінде білеміз, провокацияға тез берілетін ойыншы не әркімге тиісетін өзінің де әдеті бар. Енді Валенсияны білеміз, Винисиуспен арасы жақсы емес, соған енді тыныш барып тыныш қайтса болады ғой. Жоқ, Винисиус барады, әркіммен бір тиіседі. Реал Мадридтің өзі де осы Винисиустан шаршаған сияқты. Енді осы мінезі ауыр ойыншыдан құтылсақ қалай болады екен, трансферлік терезеге қойсақ қалай болады екен, оны қай клуб алады деп Реал Мадридтің өзі ойланып жатқан екен. Саудия лигасының клубтары осы Винисиус үшін 300 миллион евро ұсынған, ал Реал Мадрид болса бас тартқан болатын. Енді Реалдың басты ойы команданың жұлдызы әрине Килиан Мбаппе болғанын қалайды. Енді осы Винисиус үшін әрине Килиан Мбаппе орталықта өнер көрсетті, Вини болса сол жақ өнер көрсетіп жүрген болатын. Енді осы Vinicius Juniorды құрбан еткісі келеді команда басшылығы. Сауд Арабия клубтары енді Vinicius үшін енді 300 миллион евроны қазір бере ма, бермей ма? Өзлеріңізді әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді мен үшін 200 миллион евро болатын сияқты, 300 миллион евро осы Vinicius үшін қымбаттау ма, қалай жалпы? Менің ойымша, Vinicius Реалдан кеткен дұрыс сияқты. Екі жұлдызды ойыншы бір командаға сыймайды. Мысалға әрине Барселонадағы Златан мен Месси айтатын болса, Златан кетіп құтылған болатын. Ал енді Viniciusқа да Реал Мадридқа да сәттілік тілеп қалам, және Vinicius Junior екі ойынға шеттетілген болатын. Ал достар, біздің жаңалығымыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Алдыңғы видеомыздағы белсенділік өте мықты болды. Енді бүгінгі белсенділікте сондай болғанын қалаймыз.